Бұл атағы жер жарған Қажымұқан бабамыздың ауылы. Палуан атындағы мекенде бүгінде шамамен 300-дей үй түтін түтетіп отыр. Ал айналадағы жарамды жері де суға тимей бос жатыр. Қараусыз қалған ауылдан тұрғындар да мезі болған. Егер мына жерден бірдеме ашып, біреу огород егіп немесе құс ұстап, хотя бы құс фермасын ашса, бәріміз, балаларымыз, келіндеріміз, балаларыммен бағып отырмын. Байлаусыз бұзау сияқты баратын жеріме де бара алмаймын. Ал лучше келін сол жерге барып жұмысқа тұра салатын еді, сандалып таксиге ақша кетірмей. Көп аузындағы жер кодексі де осыны меңзейді. Шұрайлы жерімізді шаңдатпай кәдеге жарату. Жайылым құр жатып құнарынан айырылғанша иесі табылып өнім бергені мемлекетке де халыққа да әлде қайда пайдалы. Сондықтан да одан ешқандай астар іздеудің де қажеті жоқ дейді депутат Сауытбек Абдрахманов. 2003 жылы қабылданған жер туралы кодекстің 23 статьясының 4 бабында бұл нақты көрсетілген. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер шетел азаматтарына сатылмайды. Өкінішке орай біз құқықтық қоғамды қалыптастыру үстіндеміз. Толық қалыптаса қойған жоқ. Азаматтардың барлығы бірдей заң актілерін қарай бермейді. Бұл жалға алған адамдардың сол жерге әлде қайда ұқыптырақ қарауын көздейді.